Армысыз көрермен, баршамызға белгілі 26 қараша күні Қазақстанның жаңадан сайланған президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың инаугурациясы өтті. Біз бүгінгі жаңалықтарда президент инаугурация кезінде қандай уәделер берді? Сол ұлықтау рәсіміне кімдер қатысты? Және де жаңа Қазақстанда не өзгерді? Деген секілді сауалдарды талқылайтын боламыз. 26 қарашада инаугурация Қазақстан тарихындағы 7-ші ұлықтау рәсімі болды. Астанада Қасым-Жомарт Тоқаев ант беріп 7 жылға ұзарған президенттік қызметіне кірісті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы оған президенттік куәлігін берді. Ал ұлықтау рәсіміне бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев және президенттікке кандидат болғандар да қатысты. 21 қарашада орталық сайлау комиссиясы елде өткен кезектен тыс президент сайлауының алдын ала қорытындысын жариялаған еді. Сайлау қорытындысы бойынша қазіргі президент 81% дауыс жинаса, ал оның қарсыластары 2%-дан дауыс жинаған. Тәуелсіздік сарайында өткен ұлықтау рәсіміне президенттің қарсыластарынан бастап саясаткерлер, шенеуніктер, өнер адамдары және спорт жұлдыздарына дейін қатысты. Алайда экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев халық көзіне түспестен басқа есіктен келген. Осылайша бұрынғы және қазіргі президент қаңтар оқиғасынан кейін ресми шараға алғаш рет бірге қатысты. Инаугурацияға шет елдердің өкілі ретінде тіркелген дипломатиялық корпус, яғни елшілер де қатысты. Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес енді 2030 жылға дейін, яғни 7 жыл президент қызметін атқарады, және де екінші мәрте президенттікке кандидат ретінде қатыса алмайды. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау рәсімі кезінде президенттік куәлік алып ант берді. Бұдан кейін мемлекет басшысы туды сүйт және әнұран шырқалды. Кезек Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлықтау рәсімі кезіндегі сөзіне келді. Сонымен президент халыққа не уәде етті? Қысқа нұсқа. Мемлекет басшысы сөзін реформаның дұрыстығына сенетінен бастады. Ол осылайша әлде реформалау жалғасатынын білдірді. Біз реформаларды соңына дейін міндетті түрде жеткізуіміз қажет. Конституцияның жаңа талабына сәйкес, бұдан былай президент 7 жылдық бір мерзімге ғана сайланады. Осылайша саясаткерлердің жаңа буыны билік басына келе бастайды. Мен осы шешімнің дұрыс болғанына кәміл сенемін. Тоқаев үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын әзірлеуді тапсыратынын айтып, ауылды дамыту туралы жарлыққа қол қоятынын хабарлады. Мен бүгін ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа қол қоямын. Осы құжат арқылы үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын әзірлеуді тапсырамын. Бұл менің жаңа президенттік мерзімдегі бірінші жарлығым болады. Үкімет ауылды дамытуға арналған барлық жобаны жүйелі түрде реттеп жинақтауға тиіс. Осылайша президенттің ұлықтау рәсімінен арада шамамен бір апта уақыт өтті. Бұл аралықта кадрлар ішінара өзгеріп жатыр. Осы аптада президент жарлығымен қала және облыс әкімдері бұдан бөлек ресми органдар басшысының кейбірі орнын босатты, кейбірі қайта тағайындалды. Алдымен өзгерістерге тоқталар болса, Қазақстанда есеп комитеті жоғары аудиторлық палатасы болып қайта құрылған еді. Мемлекет басшысының жарлығымен Наталья Годунова жоғары аудиторлық палатасының төрағасы лауазымына тағайындалды. Ал Тілеген Каскин және Ардақ Теңгебаев жоғары аудиторлық палатасының мүшесі болып тағайындалды. Бұдан бөлек Әбілқайыр Сқақов Павлодар облысының әкімі лауазымынан босатылды. Оның орнына Сқақовтың бірінші орынбасары болған Олег Круг әкімнің міндетін уақытша атқарушы болып келді. Ал жаңадан Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып Айдарбек Сапаров, Қостанай облысының әкімі болып Құмар Ақсақалов, Батыс Қазақстан облысының әкімі болып Нариман Төреғалиев тағайындалды. Ал өзгеріссіз өз қызметінен қайта тағайындалғандарға келетін болсақ, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Қаржылық мониторинг агенттігі, Мемлекеттік күзет қызметі, президенттің іс басқарушысы, Мемлекеттік қызмет істер агенттігі, стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі басшылары өз орнын сақтап қалды. Әкімдердің арасында Шымкент қаласы, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Абай, Жетісу, Қызылорда және Түркістан облысының әкімдері де қайта тағайындалды. Осымен апта легі тәмам. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ-ньюс.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.